Баршаңызға қайырлы күн тіледім, құрметті достар. Сіздермен алдыңғы бөлімде мен осы тапочкеміздің бірінші бөлімін шығарған болатынмын. Ал дәл қазір осы видео екінші бөлім. Бұл бөлімде қыздар осындай керемет, әдемі тапочкеміздің үстіңгі бөлімін тоқимыз. Және де алдыңғы бөлімде мен екі табанымыздың қосылуының басқаша түрін көрсеткен болатынмын. Осы жолы қайтадан сіздерге арнайы тоқып видео мастер-класс қылып түсіргім келді. Яғни екі подошвамызды басқаша етіп біріктірудің бір жолын көрсетем, және де үстіңгі бөлімді тоқитын боламын. Бұл тапочке қыздар 37-38, егер де аяғыңыз жалпақ бірақ размеріңіз 39 болатын болса, онда бұл размер сізге келеді. Сондықтан да қыздар, крючок номер 6, тура сол бірінші бөлімдегі. Осындай әдемі тапочкемізге қанша жіп кеткен және де қанша шығын кеткен видеоның соңында айтатын боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бірінші бөлімді көрмеген жандар үшін сілтемені астына қарай қалдырамын, өтініш соны көріңіз. Қыздар, бұл өте керемет хобби, өте керемет бизнес, өтініш тоқыманы үйреніңіздерші. Ал егер де мүлде тоқуды білмейтін болсаңыздар, ештеңе етпейді. Менің жаңадан барлықтарыңызға түсіндірген арнайы қазақша видеом бар. Соның да сілтемесін аса қарай қалдырып кетейін, кіріп көріңіздер. Ең бірінші осындай тапочкені өздеріңізге, жақындарыңызға, туыс тума, бауыр, қай жұрт, төркін, кім бар, соның барлығын тоқып берсеңіз өте керемет сый болады. Ал енді кеттік, мені қолдап отырыңыздар, мастер-классымызды осымен бастаймыз. Екі подошва, мен екеуінде тоқып алдым. Алдыңғы бөлімде қалай көрсеттім, дәл солай. Енді бір-біріне осылай қаратамын. Яғни оң бөлігі де осылай болып тұрса болады. Сіз клиентке тоқитын болсаңыз, әрине мына жағы былай қарап тұрса ыңғайсыздау болады. Сондықтан да мына оң жағына қарасаңыздар өте әдемі шығады. Ал сол жағына қаратам десеңіздер, сол жағында қарасаңыздар мына осылай шығады. Осылай екі подошвамызды бірдей етіп қоямыз да. Мына астыңғы жағынан басаймыз. Ақ түсімен де астыңғы жағынан болады. Бірінші тесігімізге крючогымызды қойып, мына жерде қай тесіктен алдық, астыңғы жағы да сол тесіктен алуымыз керек. Өйткені екі жақ бірдей, бірге бір схемамен тоқылғандықтан тесіктерін табу арқылы бізде әп-әдемі біркелкі болып шығады. Мінекей, мына жағымызды былай іліп аламыз, мына крючокпен. Осы жіпті астыға қарай шығарамыз. Келесі мына қараңыздар, мынау әрбір тесігіне кіргізу арқылы біз қазір тоқып шығамыз. Қараңыздар, әрбір тесікке кіргізу арқылы. Мына жағына да дұрыс қараңыздар, қисайып кетпесін. Мына жіп өте көп. Мен кішкене былай қарай тартамын, артқа қарай. Енді келесі тесігіміз. Мына жіпті крючокқа беріп отырамыз. Крючогымызбен астыңғы жағын өріп отырамыз. Қараңыздар, крючокты тесікке кіргіздік. Мына жақ тесіктен алып шығамыз. Жіпті крючокқа береміз. Қыздарға түсініксіз болып қалмасын деп мен сіздерге осы түрінде көрсетіп жатырмын. Былай да бола берді. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сол вариантты алыңыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз, қыздар. Мына соңына дейін тоқып шығамыз. Мына жағына келген кезде кішкене мұқият етіп тоқыңыздар, өйткені біздің аяғымыз тұрғандықтан қатты мына жер дөмпиіп шығып кетсе аяғымызға ыңғайсыз қылдырады. Сондықтан мына жерін дөмпитпей қалай әдемі тұр. Мына жібіміз бізде енді былай келсе мына жер қатты болып қалады. Сондықтан кішкене былай қарай қисайтып, мына жерде ортасы ашық тұр ғой, сол ашық жерге мына жіпті кіргізіп жібереміз. Қатты қылып тоқымаңыздар. Өте жай тағы болмайды. Орташа қылып тоқимыз. Енді мен мына осылай тоқып жатырмын. Және де қолдарыммен былай көріңіздер. Ешқандай да дәу болып дөмпиіп тұрмау керек. Аяққа ыңғайсыздық болады десе. Бұл алдыңғы сабақтағыдай емес, біз керісінше бастадық қой, сондықтан бізге ыңғайсыз болмас үшін мен осы жіпті кесіп тастадым. Енді қараңыз, жақтағы жіп бар ғой. Мына жақтағы жіпті былай қарай соңына дейін шығарып аламыз. Өйткені мынау асты ғой бізде. Мынау асты, қыздар. Бұл астында бізде мына жіпті толығымен шығарып аламыз. Менде жіп осылай қалды. Енді біз мына оң жағына қаратамыз да, оңға қарай тоқимыз. Мына екі былай өрімді бір-біріне қосып тоқимыз. Қараңыз, бір жіп шығардым, келесіне кіргіземін.
Өреміз яғни. Мына бұл негізі бірінші бөлімде анығымен көрсеткен едім. Міне. Өрімді бір-біріне аламыз да, міне. Сосын былай қарай қосамыз. Қыздар, мына соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міне бізде мына жерде бұл қалып қалды ғой. Енді бұл мына жері бізде үстін қазір бір жапқандықтан бұл жеріміз көрінбей қалады. Сондықтан да мен осылай жасадым. Алдыңғы сабақтарда осы жерін көрсетпеппін. Міне қараңыздар. Мына ең соңына келдім сізге. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай мына ең бірінші петельканың ішіне қарай крючогымызды кіргізіп, жіпті алып шығамыз. Жіпті алып шығып, мынаның ішіне былай бір рет тоқимыз, болды. Мына жібімізді кішкене осылай қырқамыз да, мына жақтан суырып аламыз жіпімізді. Келесі мына жібіміз бар ғой, соған крючогымызды кіргіземіз. Крючогымызды кіргізіп, астына қарай былай өтіп кетеміз, қыздар. Астына қарай өтіп кеткеннен кейін, енді бұны астына қарай салып жерге болады. Білдіртпей, мына жаққа қарай крючокты жібереміз да, мына жағынан алып шығасыздар, мына жіпті. Ол жақтан кесіп тастасаңыз да болады, бірақ мен кеспеймін, жіпті ысырап қылғым келмейді. Бізде қосқан жеріміз, соңғы аяқталған жері көрінбей қалады, қыздар. Ең бірінші басталған жеріміз бар, осы басталған жерімізді, мынау жаңа ең бірінші кірген жерімізге крючогымыз кіргіземіз, мына жіпті қайтадан астына қарай жібереміз. Бұны келесі мына жіптен шығарамыз, көрінбейтіндей астына қарай жібереміз. Болды, қыздар. Міне осымен біздің подошвамыз бітті. Енді екінші бөлімге кірісейік. Екінші бөлімнің ең біріншісі қатарын мен ақпен тоқыдым. Бірінші қатарын бізде тоқу үшін ең бірінші нәрсе біз мына жерде былай бөлініп тұр, қарасаңыздар. Міне былай бөлініп тұр. Міне былай кеткен мына жіп осылай бөлініп тұр. Енді біз екіге бөлеміз, міне қараңыздар. Мына жақ бір жақ, мына жақ бір жақ болады. 6-6-дан бөлеміз, міне 1, 2. Мына әрі қайсы петелькамыз бізде бір болып есептеледі. Мына бір мысалға. Мына жаққа қарай көбірек былай жатып тұрғандықтан, мына қатарға кіреді мына петелькамыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақтан біз уже бастаймыз. Қайтадан санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынау бірінші жақ, мынау екінші жақта қайтадан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақтан бірге басылған кезде сіздерде мына крючогымыз бірдей болып санау керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жіпті мына былай аламыз. Мынаған кіргіземіз. Крючокқа ұсталынса болды. Міне біреу кірді. Енді мына жіпті енді көп қалдырмаңыздар, өйткені сіздердің кішкентай ғана жіптеріңіз болса, ол жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан міне осынша қалдырсаңыздар болады. 5-6 сантиметр. Бірінші петельканы жасадық. Енді крючокты былай қарай айналдырамыз. Бірінші петелькаға кіргіземіз. Көрдіңіздер ме? Бірінші петелькаға. Келесі екінші петелькамызға бана біріншісіне кірдік қой, мына тура жанындағысына кіргіземіз. Міне біреу. Тағы да кіргіземіз. Міне крючокты суырамыз сол жіптен. Екі жіп пайда болды бізде. Екеуін біз столбики без накида дейді. Екеуін бірге тоқып жібереміз. Қараңыздар. Енді осы 12 петельканың барлығын столбики без накида тоқимыз, қыздар. Қараңыздар. Ал мына жіпті негізі мен сіздерге анық көрсету үшін осылай тоқып жатырмын. Мына жіпті мына жаққа қарай, міне тоқитын жерімізге қарай ұстап отырамыз. Оны мына өріп жатқан кезде ара-арасына қосып жіберу керек болады. Қараңыздар. Міне біреу тоқыдым, екеу тоқыдым. Енді үшіншісі бар ғой, үшіншісіне қараңыздар. Үшіншісін былай алатын кезде мынау ақ жіп мынау ортасына қарай кіріп кету керек. Сол кезде ол қалып қалмайды. Қалып, одан оны жөнеп жүрмейсіздер. Міне жібімді алып шығамын. Одан кейін столбики без накида тоқимын. Яғни екі жіпті бір-біріне құрап тоқып жіберемін.
келесі төртіншісіне тоқитын кезде мына жіп мына ортада қалу керек. Міне екеуін былай тоқып жіберемін. Міне өзіңіз тоқыңыздар. Соңына дейін столбики без накида. Столбики без накида дегеніміз крючокта бір жіп тұрады. Келесі бір жіпті шығарамыз. Міне екі жіп болды. Екі жіпті былай бірдей тоқимыз. Ештеңе қоспаймыз. Бұл бізде столбики без накида. Міне бағана мына жақтан 6 бөлдік, мына жақтан 6 бөлдік қой. Осыға дейін біз столбики без накида тоқимыз. Яғни екі жіпті былай қосып, бір-біріне қосып тоқып жібереміз. Мына қыздар, біз столбики без накида 12 тоқыдық. Былай қарағанда крючогымызға бірдей болып тұр. Енді мына жағын кішкене былай жөндеп жібереміз. Міне. Енді жібімізді қырқамыз. Жіпті қырықтық. Мына жақтан жіпті алып шығамыз. Алып шыққаннан кейін, мынау келесі жанындағы тұрған жіп бар ғой, сол жаққа қарай кіргіземіз. Міне, кіргіздік. Енді мына тұрған жіпті мына жаққа қарай кіргіземіз. Қараңыздар. Кіргіземіз де суырып аламыз. Бұл жіпті не істейміз? Қыздар, негізі бұл жіпті барлығын былай астыға қарай, былай жасырып жерге болады, бірақ былай мынау екінші қатарды тоқып жатқан кезде бірге тоқып жерсеңіздер, ол сөгітілмейді дегенге 100% сенімді. Сондықтан да мен қазір мына қатарды тоқып келе жатқан кезде мына жіпті бағана арасына қосып жібергеніміз сияқты қосып жіберетін болсақ, онда ол бізде сөгітілмейді деген сөз. Мүлдем өздеріңіз сенімді болсаңыздар, сол кезде және де бұл артып оны қалмайды, және де астыға қарай тығып жүрмейсіздер. Сондықтан мен қазір мына екінші қатарды тоқып жүрген кезде мына жібімді ұмытып кетпес үшін мына жаққа былай қыстырып қоямын. Бұл ұмытып кетпес үшін ғана қыстырып қоямын. Енді келесі екінші қатарды бастаймыз. Мына қыздар, қараңыздар, біз енді екінші қатарға келдік. Бірінші қатар бізде бітті. Мына қыздар, қараңыздар, біз енді екінші қатарға келдік. Бірінші қатар бізде бітті. Екінші қатар бізде, мына қараңыздар, мына жерде біз бастадық. 1, 2, 3, 4, 5 деп санап қоямын. Бұл бізде бастамасы болып саналады. Қазір екінші қатарды бастаймыз, үшінші қатарды бастаймыз, төртінші қатарды бастағанда осындай жерде мен міне бастамасы деп айтамын сіздерге түсінікті болу үшін. Міне ең бірінші петельканы алған мына жеріміз бізде бастамасы болады. Кейін мына жерде бізде бастадық. Одан кейін келесі бір петелька қалдырамыз. Екінші петелькаға келесі жібімізді іліп ары қарай тоқимыз. Міне түсінікті, 1, 2. Екінші петелькамызға мына жіпті ілеміз. Мына жіпті былай қойып қоямыз. Былай аламыз. Одан кейін мына ұзын жіпті крючокқа іліп, міне бір петелька шығарамыз. Келесі ряд, келесі петелька бізде міне екіншісін бағана ортада бір петелька қалдырып кетіп едік қой. Міне соған қазір крючок саламыз. Айтып едім, кішкентай жіпті былай ортасына қарай тоқып жеріңіздер деп. Мен солай жасаймын. Мына петельканы былай ортасына қарай қалдырып жеріңіздер. Бұл тоқылып кетеді. Келесі үстіңгі мынау ұзын жібімізді крючоктан өткізіп, екі жіп болды. Столбики без накида тоқып жібереміз. Келесі ең бірінші басталған жіпті, міне осыған кіргіземіз. Кішкентай жіп ұстап отырамыз. Үшеу отсы есепсе. Үшеу болады. Келесі ең бірінші жібіміз бар міне. 1, 2, 3 деп біз 6-ға дейін санадық қой, сол 6-шы жібіміз. Міне біреуін бастаймыз. Біреуіне осылай кіргіземіз. Бұл жерге де столбик без накида тоқимыз. Екі жіпті. Енді біз ары қарай қосамыз. Аяқ киімімізді жалпайтамыз, үлкейтеміз. Ол үшін ең бірінші бастамамыз бізде бұл столбик болу керек. Ол үшін бізге крючокқа мына осылай жіпті бір рет аламыз. Міне жіпті бір рет алып, келесі жібімізге крючогымызды кіргізіп, жібімізді алып былай шығарамыз. Жіп крючокта 3 жіп болды. Үшеуін бірге тоқимыз. Көрдіңіздер ме? Үшеуін бірге тоқыдық. Столбик с накидам тоқу керек болады. Кету үшін крючокқа жібімді алып, міне
крючокқа жібімді алып келесі жібіме кіргіземін. Крючокта 3 жіп, бірінші екеуін тоқимын, одан кейін екеуін тоқимын. Енді қыздар біз күрделі түрін тоқуымыз керек болады. Ол үшін мұқият қарап алыңыздар. Крючогымызға бір жіпті аламыз. Екінші рет мына петелькадан кіргіземіз. Мына келесі петелькадан жіпті шығарамыз. Крючокта 3 жіп болды. Екеуін бірінші тоқып тастаймыз. Крючогымызда 2 жіп бар. Қайтадан жіпті аламыз. Қайтадан келесі тесігімізге қойып крючокты жібімізді шығарамыз. Мына қараңыз, 1, 2, 3, 4 жіп. Бірінші екеуін, одан кейін барып үшеуін бірдей тоқып жібереміз. Көрдіңіздер ме? Күрделі түрі деген осы қыздар. Яғни осылай біз ары қарай жібімізді көбейтіп, тура осылай бізде үстіңгі бөлімі шығады. Келесі бізде енді тағы да столбик с накидом тоқимыз. Крючокқа жібімізді аламыз. Келесі жіпке салып бірінші екеуін тоқимыз. Крючокта 2 жіп қалды, екеуін бірге тоқимыз. Қайтадан бір рет күрделі түрін тоқимыз. Күрделі түрі дегенде крючокқа жіпті аламыз. Мына петелькаға крючогымызды кіргізіп жіпті шығарамыз. Жіпте 3 болды крючокта. Бірінші екеуін тоқып аламыз. Крючокқа қайтадан жіпті аламыз. Мына жаққа қарай келесі петелькаға жаңадан тығамыз. Одан кейін барып крючокта 4 қалады. Бірінші екеуіне, одан кейін барып үшеуіне жібімізді кіргіземіз. Қайтадан біз столбик с накидом тоқимыз. Міне бірінші үшеу, екеуін тоқимыз бірінші, одан кейін екеуін тоқимыз. Міне бізде ортасы осылай, міне осылай бітті. Ары қарай қыздар мына жақта қалай қайталанды? Міне пол столбик, столбик с накидом, столбик с накидом. Тура осылай осы қатарымыз аяқтаймыз. Міне крючокқа жіпті ілеміз, кіргіземіз. 3 жіпті бірге тоқимыз. Өткен мына жақта 3 жіпті бірге тоқыдық. Одан кейін 2 столбик с накидом тоқимыз. Келесі 2 мін столбик с накидом тоқимыз. Қалған жіпке міне 1, 2 столбик с накидом тоқыдық. Сонда мына жерге тоқимыз қыздар. Мына жіп мен сіздерге бағана анықтап көрсету үшін мына жібімді мен қалдырып кетіппін. Жарайды, ештеңе етпейді. Қазір мен оны келесі жаққа қарай тығып жіберемін. Келесі қатарда біз бірге тоқитын боламыз. Қалдыра тұрайын. Міне осы етіп болғаннан кейін крючокпен былай міндетті түрде қараңыздар. Бірдей болып тұрма. Одан кейін мына жіпті былай шығарып аламыз. Шығарып алғаннан кейін келесі мына қатарымыздағы петелькаға былай қосып жібереміз да. Ұзын болып кетті, мен бұны жарысын қырқам. Ал мына жіпті былай қарай мінекей, ал мына жіпті мен мына жерге қалдырып қояйын, ұмытып кетпес үшін. Қыздар, тоқыған жерімізді түзулеп, әдемілеп осылай қойып отырамыз. Міне бізде бас жағы шығып келе жатыр. Келесі қатарды мен ақ жіппен тоқыдым. Ақ жібімді алам. Мына жерде бізде бастамасы. Мына жерде егер бірінші қатарда да осылай міне бастамасы, екінші қатарында да осылай тұр. Яғни әр қатарды қосқан кезде міне басталатын петелька бастамасы болады.
мына уже бір болып саналады ғой. Бұл уже екінші қатардың басы, иә. 1, 2, 3. Үшінші петелькадан бастаймыз. Тағысын 1, 2, 3. Мына үшіншісіне жіптік крючогымыз кірген 1, 2, 3. Келесі түсті жіпті аламын, менде ақ. Мына жіпті алдым. Тағы да 1 петелька жаяшын қосам. Келесі петелькама жіпті қосып жіберемін. Міне кішкентай жіпті ортасына қосып жіберіңіздер. Ұзын жіппен ары қарай тоқи береміз. Крючокта 2 жіп, тағы да плюс бір-біріне қосамыз. Келесіне кіргіземіз. Келесі жіпке былай столбиксін әкейді. Міне 1, 2, 3 болды. Мына бастамасына қараңыздар. Мынаның біріншісіне былай кіргіземін. Мына кішкентай жіпті ортасына қойып жіберемін. Жіпмін 1, тағы да жанына, тағы да екінші столбик без накида тоқып жіберемін. Келесі 1 пол столбик тоқимыз, қыздар. Яғни үшеуін бірге тоқып жібереміз. Енді пол столбиксін накидам, күрделі түрін тағы да бір-бірінен көрсетемін. Одан кейін столбиксін накидам тоқимыз, пол столбик тоқимыз, күрделі түрін тоқимыз деймін да, ары қарай тоқып кете беремін. Әйтпесе видео ұзақ болып кетеді да, маған оны ютубқа салу қиын болып кетеді. Енді пол столбик тоқимыз, крючокқа жіпті айналдырамыз. Келесі петелькамызға кіріп, жіпті алып шығамыз. Крючокта 3 жіп, бірінші екеуін тоқимыз, одан кейін екеуін тоқимыз. Дәл осылай тағы да қайталаймыз. Крючогымызға жіпті аламыз, қараңыздар. Келесі петелькаға жіпті аламыз, шығарамыз. Бірінші екеуін тоқимыз, одан кейін екеуін тоқимыз. Бізде 1 пол столбик, 2 столбик сын накидам шықты. Енді бізге күрделі түрі керек болады. Крючокқа жіпті аламын. Келесі петелькаға кіргізіп, крючоктан жіпті шығарамын. Крючокта 3 жіп, бірінші 2 жіпті аламын. Қайтадан крючокқа жіпті аламын, шығарамын. 4 жіп болды. Бірінші екеуін, одан кейін екеуін тоқимын. Енді бір рет крючокты қайтадан жіпке кіргіземін. Бір рет бұл жерде столбик сы накидам тоқып жіберемін. Накид деген мына осы крючокқа жіпті алу. Сы накид деген накидпен бірге. Бірінші екеуін, одан кейін міне сонда бір күрделі түрі болады. 1 столбик сы накидам, тағы да бір күрделі түрін қосамыз. Мына жерде мына астыңғы жақтағы жіпті былай мына жерге қосып жібереміз. Ұмытып кетпейік осы жолы. Күрделі түр тоқимыз. Бірінші жіпті крючогымызды айналдырамыз. Міне күрделі түр дегеннің ең соңғысын көрсетіп жатырмын. Екінші күрделі түр дегенде бірден осылай тоқисыздар. Крючокқа жіпті аламыз. Міне қараңыздар. Крючокқа жіпті алдық. Накид дейді міне. Одан кейін мына жақтағы жіпті бірге қосып жібереміз. Крючогымызда 3 жіп болды. Міне қараңыздар. Міне былай тұреді ғой. Мен мына келесі петелькаға жіпті кіргізіп, үстіндегі жіпті алдым. 3 болды. Бірінші екеуін тоқыдым. Енді келесі тағы да крючокқа жіпті ілеміз. Келесі петелькаға кіргіземіз. Крючокпен жіпті шығарамыз. Міне 2 жіп, біреу екеу. Крючокта 3 алды. 3 жіпті бірге өткізіп жібереміз. Келесі енді қайтадан мына жақтағыларды қайталаймыз. Бізде 2 столбик сы накидам. Столбик сы накидам дегенде де толығымен соңғы рет көрсетейін. Бірінші крючокқа жіпті аламыз. Бірінші жіпті шығарамыз да, міне екеуін тоқимыз бірінші. Одан кейін екеуін тоқимыз. Крючокқа жіпті аламыз. Бірінші екеуін тоқимыз. Одан кейін міне екеуін тоқимыз. Қайтадан қалғанда бірінші пол столбик тоқимыз. Міне. Одан кейін столбик без накида біреу. Столбик без накида екеу. Міне. Одан кейін
мына сары жібіміз, мына бірінші қатардың жіптері бітті. Келесісінде біз бір столбик без накида тоқыдық, тағы да екіншісін тоқимыз, тағы да үшіншісін тоқимыз. Сонымен, яғни мына бас жағында қалай тоқыдық біз? Мына бас жағында, мына бас жағында қалай тоқылды, мына жақта да тура солай тоқуымыз керек. Осылай жөндейміз, мына жіпті қырқып тастаймыз, былай қарай аламыз. Алып аламыз да мына жақ жіптен шығарып, мына жаққа былай іліп қоямын, ұмытып кетпес үшін. Енді келесі біз мына сарымызды тоқимыз. Сарыны тоқу үшін мына бастамасы 1, 2, 3. Үшінші жіпке крючогымызды кіргіземіз мені. Жібімізді былай қоямыз. Ары қарай тоқимыз. Бір жіпті былай қарай тоқып жібереміз мені. Келесі өрімізге крючокты салып, біреу, бұдан кейін екеу, бұдан кейін үшеу. Міне, қараңыздар, сонда бізде 1, 2, 3. Бізде 3 столбик без накида шықты. Біріншісіне осылай кіргіземіз мені. Бұл бізде столбик без накида. Міне біз қазір мына қатарда келе жатырмыз. Қараңыздар, міне столбик без накида тоқыдық. Ары қарай пол столбик, сонымен ары қарай кете береді. Қараңыздар. Пол столбик. Одан кейін столбик с накидом. Тағы да бір столбик с накидом. 2 столбик с накидом болды міне. Тағы да біреуін қосамыз. Столбик с накидом. Одан кейін күрделі түрін қосамыз міне. Крючокқа жіпті аламыз. Бірінші екеуін тоқимыз, крючокқа жіпті аламыз. Тағы да біреуін тоқимыз. Одан кейін үшеуін тоқимыз міне. Одан кейін столбик с накидом. Біреу. Тағы да біреу. Столбик с накидом. Тағы да бір столбик с накидом. Яғни міне бізде 3 столбик с накидом болды. Қайтадан бір күрделі түрі, міне ақ жіпті былай қосып жібереміз міне. Қараңыздар. Бір күрделі түрін тоқимыз. Қайтадан столбик с накидом. Біреу, екеу. Үшеу. Бір пол столбик. Бір столбик. 2 столбик без накида. Біреу, екеу. Менің жібім кішкене алғанда жетпей қалды. Енді ештеңе етпес, міне бізде осы шығып келе жатыр.
жіпті бітіп қалса мен қарапайым түрде балей саламын. Мына жерге бір столбик із накидом, тағы да столбик із накидом тоқимыз. Қараңыздар, бірдей болу керек. Одан кейін мен жіпті қырқып жүремін. Қараңыздар, кішкентай қалғанда жетпей қалған. Тура ыңғайсыз болды. Міне осыншалық жетеді. Жіпті шығарамын. Келесі жіптің былай қарай мына жаққа қыстырып қоямын. Мінекей, алды осы ашық келе жатыр. Енді бізде келесіміз ақ жіп. Төртінші қатар өте оңай. Міне, қазір біз былай басаймыз. 1-2 қатар. 1-2 петелька аламыз. Міне, 1-2. Мына бірінші санамайды. 1-2. Тағы бір петелька тоқимыз. Келесі петельканы аламыз. Келесі мына ең бірінші бар ғой, сарының. Осы ең біріншісіне міне крючогымды кіргіземін. Осылай алып столбик без накида тоқидым. Міне қараңыздар. Енді бір пол столбик тоқимын. Осы қатар маған ұнайды негізі. Ең соңғы қатар. Өте оңай. Қараңыздар, бір пол столбик тоқыдық. Келесі күрделі түрін тоқимыз. Бір пол столбик күрделі түрі. Столбик із накидом тоқимыз. Қайтадан күрделі түрін тоқимыз. Қайтадан столбик із накидом. Қайтадан күрделі түрін тоқимыз. Қайтадан столбик із накидом. Қайтадан күрделі түрін тоқимыз. Қайтадан столбик із накидом. Бір пол столбик, міне қараңыздар. 2 столбик без накида. Одан кейін бір рет, 2 рет столбик без накида. Міне, жіпті қырқамыз. Бұлай аламыз. Мен бана жіпті қосып тоқуды көрсеттім сіздерге. Мынаны қайтадан видео түсіргенде алаңдаймын да мен. Сондықтан мен ұмытып кеттім. Ал сіздер бірге қосыңыздар, жарай ма? Қайтадан бұны астыға қарай тығып жіберемін. Міне, мынаны келесі жіпке қосып жібереміз. Міне қыздар, сіздер осылай қалдырсаңыздар да болады. Міне
жіптабыз. Кәдімгідей жалпақ аяқтарға міне. Осылай қалдырсаңыздар да болады. Егер де мынандай әдемі қылып жабамын десеңіздер, оны көрсетейін қазір сіздерге. Мына жаққа жіпті қалдырып кетейін. Келесі жібімді қосам. Келесі жіпті қосқанда бірақ қана жіп қосамыз мұны. Міне, мынау емес, жанынан тағы бір жіп қосамын. Бір бетекке тоқимын. Ары қарай бәрі столбик без накида тоқылады. Міне қараңыздар. Мына жіпті қосып жүру керек болады ортаға. Біреу, екі, кәдімгі бұл жерде столбик без накида міне. Барлығын міне осылай столбик без накида тоқымды. Қараңыздар, күршекқа былай ілесіздер. Жіпті аламыз, екі жіпті былай шығарасыздар. Осылай соңына дейін тоқимыз, қыздар. Мінекей қыздар. Әбір болғанда жібім жетті, Аллаға шүкір. Енді мына жіпті мына қалып қалған жіптім үлкен ұзын болған соң қырқып тастаймын да. Мына екі подошва бар ғой, бір-біріне қосқан, соның астынан қарай жіберемін. Білінбес үшін. Крючокты осы жаққа қарай шығарамын да. Міне. Осымен қыздар біздің трәпішке тоқу мастер-классымыз аяқталды. Астыңғы жағымыз осылай шықты. Менде сары жіптен артылған осы.